Ассаламу алейкум, құрметті көрермендерім. Береке біздің ұнамды ісіміз үшін Алланың бізге берген қымбат нығметтерінің бірі. Алла тағала қаласа, адам баласына ризық пен берекені тіпті біз ойламаған жерден беріп қояды. Ол ризық пен берекені Алланың бізге берген үлкен сыйы деп түсінуіміз керек. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде ешбір жан өзінің ризық несібесін алмай бұл дүниеден қайтпайды. О, Алланың құлдары, Алладан қорқыңдар, дүниелік игілікті іздегенде орташа болыңдар дейді. Қазақ мұны бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Демек, Алла нәсіп етіп бізге бұйырған нәрсе біздікі. Ризық бұл Алла тағаланың өзінің құлдарына беріп жатқан барлық жақсылығы. Бізге берілген барлық игіліктер біз үшін ризық болып есептеледі. Бұл материалдық та, рухани да игілік болуы мүмкін. Әрине, бұл игіліктердің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Ризықты тек Алла береді. Алла қаласа әр адамға ең кішкентай нәрседен немесе аз ғана кәсібінің өзінен береке беріп қояды. Сол береке мен ризықтың бастауы неде жатыр? Бізге сансыз нығмет берген Алланың берекесіне қалай ие бола аламыз? Жақсы ниет. Мұсылманның әр ісі ниетіне қарай бастау алады. Берекелі ризыққа ие болғыңыз келсе, ең алдымен әр нәрсеге жақсы ниетте болыңыз. Және әр ісіңізді сондай ізгі ниетпен бастаңыз. Жасауға ниеттеніп, жасағалы отырған ісіңізден Алла тағала разы болады ма? Соған көз жеткізіңіз. Шынайы ниетпен жасалған әр амалымыз бізді Алланың разылығына қауыштыратынын ұмытпаңыз. Тақуалық. Құранда, егер ол өлкелердің елі иман келтіріп, сақсынса еді, әрине, оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік. Бірақ олар жасынға шығарды. Сондықтан қылмыстары себепті оларды қолға алдық делінген. Сонымен қатар, Бақара сүресінің 3-ші аятында сондай олар көмеске иман келтіреді, намазды толық орындайды, өздеріне берген несібемізден Алла жолында пайдаландырады деген. Аллаға тәуекел ету. Алла тағала қасиетті Құранның Талақ сүресінің 3-ші аятында оған Алла ойламаған жерден ризық береді. Ал кім Аллаға тәуекел қылса, сонда ол оған жетіп асады. Сөзсіз Алла өз бұйрығын атқарады. Расында Алла әр нәрсеге бір өлшеу қойған деген. Хазіреті Омар радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер сіздер Аллаға шынайы тәуекел етсеңіздер, Алла сіздерді таңертең аш шығып, кешке жем сауы толып қайтқан құстар секілді ризықтандырар еді деген. Құран оқу. Құран адамзат баласы үшін шипа, қорған, Алланың бізге берген мейірімі. Сонымен қатар берекенің бастауы мен қайнар көзі. Қасиетті Құранның әр аяты, әр әрпін оқыған адамға еселеген сауаптар мен береке беріледі. Бұл туралы Құранда. Бұл кенттердің анасы меккеліктерді, маңындағы адамдарды үгіттеу үшін біз саған түсірген өзінен бұрынғыны растаушы құтты бір кітап. Сондай ақыретке сенгендер бұған сенеді де, олар намаздарына сақтық істейді деп баяндалады. Құран оқып, Алланың сансыз берекесіне кенелейік. Құраннан қол үзіп алыстаған сайын, қасиетті Құранда бізден алыстап, берекеміз қашатыны хақ нәрсе. Алланың атымен бастау. Әр ісін бастамас бұрын бисмиллах сөзін айтқан адамның ісіне шайтан араласа алмайды. Алланың аты аталған жерде береке бар. Бисмиллах әр істің игі бастамасы. Әр ісіңізді Алланың атымен бастаңыз. Бисмиллахтың құндылықтары өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде әрбір бисмиллахсыз басталған іс шолақ деп, Алла атымен басталмаған іс көзделген мақсатқа сай жалғасын таппайтындығын ескерткен. Бисмиллах сөзіне құрмет көрсеткен Бишри Хафидің радиаллаху анху дұрыс жолға түсуі туралы былай баяндалады. Бір күні мас күйде келе жатып жерден Бисмиллахир-рахманир-рахим деген жазуы бар бір қағазды көреді. Бұл жағдайға көңілі разы болмай жерден алып сүйіп, кейін балшықтарын тазалайды. Тазалап болғаннан соң әдемі иіс сеуіп, үйінің дуалына іліп қояды. Сол түні ғалым және әулие бір кісіге түсінде
Бишриге барып айт, есімімді тазалағаныңдай мен де сені тазалаймын. Есімімді жоғары көтергенің үшін мен де сені көтеремін. Есімімді әдемі иістендіргенің үшін мен де сені әдемі етемін. Ұлылығыммен ант етемін, сенің есіміңді дүниеде және ақыретте таза және әдемі етемін, деп бұйырылды. Бұл түс 3 рет қайталанды. Ғалым кісі таңертеңгісін Бишри Хафиді сыраханадан табады. Өте маңызды хабарым бар деп сыртқа шақырды. Бишри келгенде, саған Алла тағаладан хабарым бар деп айтуы сол-ақ екен. Бишри егіліп жылай бастайды. Маған ашулы ма, қатты азап береді ме деп үрейленеді. Түсті тыңдап болғаннан соң достарына бұрылып, мені шақырып жатыр, бұдан былай мені бұндай жерлерде көрмейсіңдер деді. Сол жерде тәубе етті. Сол кезде аяғында аяқ киімі болмағаны үшін кейінде мүлдем аяқ киім кимеді. Себебін сұрағандарға, сөз берген кезімде жалаң аяқ едім, енді қазір киюге ұяламын деген екен. Аяқ киім кимегені үшін жалаң аяқ деген мағынада хафи деп аталып кетті. Бишри Хафи өмірінің қалған бөлігін ілім үйрену мен үйретумен өткізді. Тамақты бірлесіп жеу. Исламда қонақ күту Алланың разылығын алу болып есептеледі. Әр адам жеке бас ерекшелігі, ұлты, нәсіліне қарамастан дүниенің қай бұрышында болса да қонақ күтуге ерекше ілтипат білдіруі керек. Ислам діні пайда болғаннан кейін қонақ күту әдебі қоғамда одан әрі орныға түсті. Қонақ күту, оны қадірлеу жайлы Құран мен хадистерде де айтылған. Ал қазір мұсылман халықтарының ішінде қонақты қадірлеу және оны күту сүннет болып табылады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям хадисінде, бір адам сізді көруге келген кезде оған құрметпен қараңыз деген. Алла тағала қонаққа да, үй иесіне де ерекше маңыздылық берген. Қонақ өзінің діндес бауырына барып, оның хал жағдайын сұраса, бұл Алланың қуануына себеп болады. Үй иесі қонаққа лайықты күтім жасай отырып, Алланың рахымы мен берекесіне бөленеді. Асыл дініміз исламда қонақ Алланың сүйіктісі және берекенің көзі ретінде таныстырылған. Кейбір риуаяттарда қонақ Алланың берген сыйы болып саналады және ырыс берекенің артып, Алла рахымының жауына себеп болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям осы жайлы былай дейді: Алла қаласа қоғамға жақсылық келеді, оларға ең қымбат сый жібереді. Пайғамбардан, ол қандай сый деп сұрағанда, ол қонақ өз рызығымен кіреді және жанұяның күнәсін өзімен бірге алып кетеді. Яғни сол жанұяның мүшелері кешірімге ие болады деген екен. Ислам мәдениетінде қонақ шақыру тек достық пен туысқандық қатынастарды нығайту және адамдарды тамақтандыруға арналса ғана орынды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, Алла тағала және ақырет күніне сенген адам қонағына сый сияпат көрсетсін дейді. Және қонақпен еріп келетін құт жайлы: жақсылық қонақ күтілген үйге пышақтың түйенің өркешіне жетуінен бұрын жетеді деп баяндалған. Хадисте айтылған жақсылық Алланың берген нәсібі мен берекесі. Пайғамбарымыздың тағылымдарынан нәр алған халқымыз қонақпен еріп құт келеді деп даналық қорытынды жасаған. Сауда саттықта адал болу. Бағзы заманнан бері күнкөрістің негізгі кәсібі сауда болғандықтан ислам оны біздерге халал етті. Бірақ өсім мен өтірік, алдау, арбау араласпаған сауда ғана адал болып табылады. Құранда бұл жайында Алла тағала былай дейді: Алла сауданы адал, өсімді харам етті. Ал келесі бір аятта былай делінген: ей иман келтіргендер, малдарыңды араларыңда хақсыз жолмен жемеңдер, егер ол табысыңыз әрбіріңіздің ризашылығымен болған сауда заты болса да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, ырыстың 9-ы сауда мен диханшылықта, қалғаны мал асырап сатуда дейді. Демек, сауда жасау маңызды кәсіп болып табылады. Жақсы сауда жасаушылар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям
Ең таза және адал табыс сауда жасайтындардың табысы. Олар сөйлеген кезде өтірік айтпайды, өздеріне бір нәрсе аманат еткен кезде аманатқа қиянат жасамайды, уәде берсе уәделерінен таймайды, сатып алған кезде затты жамандамайды, сатқан кезде тауарды орынсыз мақтамайды, қарызданған кезде қарыздарын кешіктірмейді, алашақ болған кезде қиындық тудырмайды деп өте жақсы лебіз білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде былай деген: сенімді дұрыс сауда жасаған кісі қиямет күні пайғамбарлар, сыддықтар, шыншылдар және шахидтермен бірге болады. Және тағы бір хадисінде: алушы мен сатушы базардан шыққанға дейін ерікті. Егер екеуі де шынын, яғни тауардың кемшілігі мен құнын жасырмай айтса, саудалары өздеріне берекелі болмақ. Керісінше тауардың кемшілігін, құнын жасырып өтірік айтса, бәлкім пайда табар, бірақ сауданың берекесін жояды. Дұға. Әр ісіңізде, үйіңізде, кәсібіңізде береке болғанын қалайсыз ба? Дұға жасаңыз. Әбу Дауд Нұғман бин Баширден пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисін жеткізеді: дұға бұл ғибадат. Сендердің раббыларың маған дұға етіңдер, сендерге жауап беремін дейді. Дұғаға қатысты Ибрахим бин Адхамның радиаллаху анх мынадай өсиет қалдырған: бірде Ибрахим бин Адхамнан радиаллаху анх адамдар: Алла тағала дұға етіңдер, жауап берем деген. Расында біз дұға етеміз, алайда дұғамыз қабыл етілмейді деп сұрақ қояды. Бұған ғұлама әрі тақуа Ибрахим бин Адхам радиаллаху анх: сендердің жүректерің 10 түрлі амал салдарынан өлген. Ол амалдар: расында сендер Алланы таныдыңдар, бірақ оның хақын өтемедіңдер. Сендер Алланың кітабын оқисыңдар, бірақ оған амал етпейсіңдер. Ібліске дұшпанмын деп жар саласыңдар, бірақ онымен достық мәміле жасайсыңдар. Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам жақсы көремін деп айғай саласыңдар, алайда оның амалдары мен сүннетін тәрк еттіңдер. Жәннатты жақсы көремін деп айтасыңдар, бірақ жәннат үшін әрекет етпейсіңдер. Тозақтан қорқамын дейсіңдер, бірақ күнәдан тыя алмайсыңдар. Өлім хақ деп айтасыңдар, бірақ дайындық көрмейсіңдер. Өзгелердің айыбын ашумен әлексіңдер, өз айып қателіктеріңді білмейсіңдер. Алланың ризық несібесін жейсіңдер, бірақ шүкіршілік етпейсіңдер. Араларыңнан қайтқан кісіні жерлейсіңдер, бірақ одан ғибрат алмайсыңдар деп жауап берген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнемі Алладан береке тілеп дұға жасайтын болған. Тіпті Алла сенен разы болсын деген тілектің өзі берекенің бастауы болып табылады. Адал табыс. Құранда жер бетінде Алланың несібе бермеген жаратылысы жоқ делінеді. Адам баласы ғана емес, бүкіл жаратылыс несібесін, ризығын Алладан алады. Алла тағала жер бетіндегі барлық нәрсені адам игілігіне бола жаратқан. Аспан мен жердің арасындағы ұшқан құс, жүгірген аң, сан түрлі жеміс-жидек, көкөніс барлығы да қазынасы кең, ғани жаратушы тарапынан пенделерге берілген. Ағыл-тегіл, көл-көсір нығметтерді құлдарына берген Раббымыз, бірақ харамға жоламауды Құранда қатаң ескерткен. Ей адамдар, жер бетіндегі нәрселердің халал әрі тазасынан жеңдер. Хадистерде де ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүміндерге мейлінше харамнан сақтану керектігін өсиет еткен. Әбу Хурайра радиаллаху анх айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні былай деді: ей адамдар, Алла тағала кіршіксіз таза, сондықтан таза еместі қабыл алмайды. Алла пайғамбарларға бұйырғанын мүміндерге де бұйырған. Мәселен, ей пайғамбарлар, таза нәрселерден жеңдер және ізгі іс істеңдер деп әмір еткен. Артынша әңгімесін жалғап қасиетті сапарға шыққанмен үсті басы ретсіз, шашы ұйпа-тұйпа, бірақ қолын жайып «Уа Раббым» деп дұға оқып отырған біреу туралы: бұл кісінің ішкені харам, жегені харам, кигені харам, сөйте тұра тілегім қабыл болса дейді. Мұндай адамның дұғасы қайдан қабыл болсын, деді. Жоғарыда аталған жайттар мұсылман үшін халал мен харамды бір-бірінен ажырата білудің маңызды екенін, не нәрсені де қолға алғанда әуелі дін тұрғысынан рұқсат бар жоғын, кісі ақсы араласпағанын ескеріп, таза жолмен келген-келмегеніне мән беру керектігін ұқтырады. Еңбектену, тіршілік ету адамның өз нәпақасы мен нәсібін
өзі табудың өзгермейтін қағидасы болғандықтан Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз бір хадисінде былай дейді: ешбір пенде өз еңбегінен артық хайырлы тағам жемеген. Алланың елшісі Дәуд алейхиссалам пайғамбар да еңбектеніп өз қолымен тапқанын жеген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетімен жүру жер бетіндегі барлық адамзат үшін көркем өнегенің бастауы, ғажап үлгі. Ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың көркем мінезі, ғибратты өмірі және үмметіне қалдырған сүннеттері. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бүкіл ғұмыры жаратушы Алланың разылығын алуға бағытталған болатын. Сондықтан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеттерін орындау арқылы үлкен берекеге ие бола аламыз. Ол Алланың разылығына кенелу бақыты. Күнделікті өмірде қолданып жүрген әр ісімізді сүннетке сай жасар болсақ, қаншама сауап пен берекеге кенелер едік. Ол жай ғана күлімсіреу, тамақты оң қолмен жеу, мисуақ қолдану, тағы сол сияқтылар қарапайым нәрселерде жатыр. Сонымен қатар берекенің бастауын истихара намазын оқу, Аллаға шүкір ету, қайырымдылық жасау, туыстық қатынасты үзбеу, некеге отыру, ерте тұру, намаз оқу, тәубе ету сияқты тағы басқа көптеген нәрселерден табуға болады. Тек ниетіміз Алланың разылығын алу болса жеткілікті. Ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Алла барлығыңызға разы болсын.